Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын өтір ғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ныспым Нартай, Әкемет Аралбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Жабылған жол, сабылған ел, қар құрсауында қалған көліктер. Биылғы қыстың әлегі мұнымен біте ме? Анығын сәлден кейін мен Еркін Съезұлы жүліктеп жеткіземін. Жылда көктем келісімен қызыл су деп қызыл кеңірдек боламыз. Бірақ сол апаттардан сабақ алып жатырмыз ба? Су қоймаларымен бөгеттерді бүтіндеуге не бөгет? Мен Азамат Бейбітұлы осы сұрақтарға жауап іздеп көрдім. Қазақстанның 6 облысында су басу қаупіне байланысты төтенше жағдай жарияланды. Тасқын судың алдын алу мүмкін бе? Бұл тұрғыда мемлекет тарапынан қандай жағдай жасалып жатыр? Бұл туралы мен Назым Қайрат толығырақ тарқатамын. Аңдатпадағы ақпараттарды жіліктеп жеткізер сәт келді. Жылан шаққан адамдай жіптен шошитын жөніміз жоқ. Десе де, бұрын қыстың қаһарын көрген, көктемде суға кетсе де, көнген көпшілік мына көріністердің қайталанғанын қаламайды. Өйткені біз суда қалқып, содан қаржыны қарпып тұрған Венецияның тұрғыны емеспіз. Өкініштісі, жылда қыс келгенде қысылған шенеуніктердің аузынан естейтініміз. Бәрі жақсы болады, қойма отынға толады, бірақ үнемі халық дірдектеп тоңады. Бұл қытымыр қыстағы қағида. Жыл мезгілі мезгілсіз келмейді. Өкініштісі, соны біле тұра қамсыз отыратынымыз. Қарапайым қара шаңырағымен ауласын тазалап бітер қардан. Ал тас жолда тонналап үйілген ақ ұлпаға ақ жағалылардың қайсысы жауапты. Кінәлі кім, кінәрат неден? Біз айтайық. Мәселе әдеттегідей тікелей эфирде. Дәл қазір Нұр-Сұлтан қаласының уақыты 20 сағат 2 минут 29 секунд. Осы аптада отандастар тірлігін телефонға қарап түзетті. Шақырған жерден қалмайтын қағиданы бір сәтке сырып қойды. Өйткені апта бойы қалтафонға тыным болмады. Төтенше жағдайға жауаптылар ондаған хабарлама жіберді. Мектепте сабақ болмайды, желдің ұйытқуы күрт күшейіп кетеді, бұрын соңды болмаған деңгейге жетеді. Жолдар жабылады, тыңдамай шыққандар қарасынан табылады деген боранға қарсы хаттар алақандай смартфонға қарша борады. Бұрын осындай ескертпе келсе, құлақ аспай біреу ырзығын ішіп кетерде екіленіп жолға шығатындар бар еді, жасырмаймыз. Бірақ бұл қыста көп нәрсе өзгерді, өзгергенін көз көрді. Төтенше қызметтен келген хатқа қырсығып жолға шығатын жұрт азайды. Қараша желтоқсанмен сол бір 2 ай емес, 12 ай боранда қалғандай күй кешті Бұқара. Биылғы қыста қары қалың түсті. Ұшқан құстың қанаты талатын, жүгірген аңның тұяғы тозатын қазақ елінің кей өңірінде қардан шатыр көрінбей қалған үйлер бар. Олардың бүгіні белгілі, ертеңіне қатты алаңдайды. Өйткені еріген су арнасынан адасып ағып айналасын көл қылса, барынан бір күнде айырылған көптің көз жасы көл болғалы тұр. Біз биіктігі 8 метр қар түсетін Жапонияның Амори қаласында емеспіз. Болмаса биіктігі 3,5 метр болатын қардың астына қамалған Канаданың Сент-Джонсында тұрмаймыз. Бірақ жыл сайын қыста қар күреуге күйік таппаған бейбақтың күйін кешеміз. Тас жолда ауыз сусыз, жанармайсыз қарға көміліп қалған ағайынның арызы тіптен ащы. На территории Жваринского района уже в течение суток закрыта дорога из-за погодно-климатических условий. Сильный ветер, видимость нулевая. Поэтому всех водителей прошу оставаться в населенных пунктах, не выезжать на дорогу. Бұл полиция полковнигі Самат Хусайнов. Жамбыл жақта қатты боран соққанда жолда қалған жұртқа болсып, қалғандарына табиғат тынышталмай, тас жолға шықпаңыздар деп міне ескертіп тұрғаны. Қарапайым ел өзісіне берілген полицейге сүйсінді. Рас, Қазақстанның орталығына боран келгенде де тәртіп сақшылары тынымсыз қызмет қылды. Мұз қатқан киімдерін елеместен елге болысты. Өйткені жұрт жолда қалған еді. Сол кезде ағайын ашу шақырды. Ақылы жол жасағандардың қар күреуге ақылы жетпей ме деп. Бұқараның базынасын ақын Мейірбек Сұлтанхан былай жеткізіледі. Салсада айналасы азапқа зор. Абайлар салып кетті қазаққа жол. Қазаққа жол салмаяқ салған жолды қардан күреп беріңдер, Қазақта жол. Жабылған жала емес нақсындарға жарытып жауап берер хатшың бар ма?
Ақылы трассамен жолға шыққан жолаушылар қашанғы қатсын жолда. Қарны ашып тоңған жұртқа қарасаңдар, көмек бермей, көз шығып жақсынғанда. Шопырлардың барлығы кінәлі деп, өздерін сауысқаннан сақсыңдар ма? Қардың қалың жауғанын сылтау қылып, судан таза, сүттен де ақсыңдар ма? Сендерді түсінеміз әдейілеп ешкімді демейсіңдер батсын қарға. Бірақ та техника жетпейді деп, жауаптарың ұқсайды тапсынғанға. Қыстың қамын жаз ойла деген қазақ, білгенге бұдан артық тәпсір бар ма? Құдай-ау, қар жауат деп қам қылмайтын сендер өзі Африкада отсыңдар ма? Қар ерсе тағы да жылайсыңдар, дайын емес едік деп тасқындарға. Үй өртеніп болған соң су іздейтін, әдеттен арылатын басшың бар ма? Бәрі жақсы дейсіңдер үкіметке миллиардтардың есебін тапсырғанда. Ұлттық компания деген аттарың бар, ұқсамаңдар халыққа қас қылғанға. Қазавтожол біздерге шыныңды айтшы, қазаққа сорсыңдар ма, бақсыңдар ма? Бюджеттің ақшасын қардай күреп, қар күреуге үлгермей жатсыңдар ма? Бұл ақынның сына. Ағайынның көкейінде көлкіп тұрған көп мәселені айтты. Біз зерттеу жүргіздік. Қар көп түсті, рас, ал оны тазалау кімнің міндеті? Қай шендінің ісінен шекелік шықты? Еркін Съезұлы айтат, біз көрейік. Тәңір берген елеусіз ұлы, екінші топтағы мүгедек, қыс бойға әлегі осы. Дендеген дертінің кесірінен кейде емігіп те қалады. Қарды ақырын көріп жатырмыз амалдың жоқтығынан. Ауа жетпейді, демала алмайсың, бірақ үйден шығу керек, көмірін кіргізу керек, отын су деген. Енді жағдай осы, көрмейсіңдер ме? Скорый келіп 2 рет мені өлімнен аман алып қалды. Ол кезде ерталтыр еді. Мынандай қар жоқ. Енді қазіргі мына жағдайым тағы да қысылып қалсам, тағы бір жағдайым болмаса, қайдан келеді скорый? Қарадай қарап жете алмай өлгеніміз ғой. Кейіпкерімізді кейіткен жайт шенеуніктердің шалағайлығы ғой сол. Әйтпесе басқа елордадан 7 шақырым жерде тұрған Қызылсуатқа кірер жол қыс бойы ашылмай тұр дегенге кім сенеді? Шамның жарығы түбіне түспейді дегеннің кері. Қар басып қалған кезде ешқандай әкімшіліктің жұмыскерлері болсын, коммунальный службалар болсын істемейді, келмейді, жауап бермейді. Бәріміз осылай, бәріміз тек қана өз ақшамыз арқылы, өз қаражатымыз арқылы осы жолды ашамыз, шығамыз, қиналып, таңертеңнен кешке дейін. Әкімшілік ешқандай жауап бермейді. Тек қана қағаз бойынша осындай ақша бөлдік, осындай техника істеп жатыр дейді, бірақ ондай техника жоқ, ондай техника көрген жоқпыз. Ертең көктемде суға кетеді мына Қызылсуаттың ауылы. Мына төбе қарасаш, бәрі еріп суға кетеді. Балдар мектепке бара алмайды. Балдарым, келіндерім қалада жұмыс істейді. Олар қалада жатыр. Қалада әркім үйінде жатыр. Бір күн ананың үйінде жатады, бір күн ананың үйінде жатады. Жол ашылмай жатыр, үйде бала шағаларына еге болайын десе. Қардың көбесі сөгілсе, қарғын судың астында қаламыз деп жаны ұшырған ел шағымданайын десе әкімді көрмегелі көп айдың жүзі болған. Өткен жылы күзде сайланған ауыл атқамінері әзірге қарман емес, қат-қабат құжатпен әлек екен. Көпірлердің маңайлары бәрі жабылып отыр. Аэропорт жақ, кейін Марчақтан келетін, Очкоздан келетін жолдардың бәрі жабылып. Өзіңіз жете алмай қалдыңыз ауылға, иә? Иә, жаңа құрылған ауылдық округ болғаннан кейін әлі ол бюджет толық қарастырылған жоқ. Ол бюджет ауданнан шыққан бюджет болу керек. Айып атаулының табиғатқа үйіп төгуден танбайтын түрлі саладағы шенеуніктерге су шайған миллиардтар тіпті адам шығыны да сабақ болмай-ақ қойды. Күні кеше Ақмола облысында көлігі қар құрсауында қалған 67 жасар азамат жақындағы ауылға жол іздеуге шығамы деп адасып үсіп қалған. Құтқарушылар жедел іздеуге шыққанмен оны дер кезінде таба алмады. Денесі автокөлігінен 5 шақырым жерден табылған. Тәртіп сақшылары азаматтардан қалың қар ақ түтек боранда қала және ауыл сыртына шықпауды сұрайды. Дабылды ескертулерді ескеріп, жолда қауіпті жағдайға тап болғанда 112 мен 102 телефондарына хабарласу керек. Дүрбелең салу мақсатында көп жағдайларда жаңағыдай фейк дейміз ғой, фейкті роликтер тарап жатады. Көп жағдайларда олар шындыққа және сәйкес келмейді. Сол себепті ресми таратқан ақпаратқа ғана құлақ тұру мәселесі. Дәрмен қосымшасын ұялы телефондарыңызға, смартфондарыңызға жүктеп алсаңыз, жәнегідей жалпы ауа райының енгізілген шектеулер бойынша қабылданған іс-шаралар бойынша сондай ақпаратты уақытылы алып отырасыздар. Қыс басталғаннан бүгінге дейін еліміздің автожолдарында 5200
27 адам, оның ішінде 464 бала құтқарылды. 4317 бірлік техника қар құрсауынан шығарылды. 112 нөміріне 1.584.755 қоңырау түскен. Төтенше жағдайлар комитеті жедел кезекші қызметтер ескерту ретінде 1465 SMS хабарлама таратқан. Тек осы тірліктің техникалық жағы тым нашар, өйткені бір хабарламаны барлық абонентке таратып шыққанша 6 сағат уақыт өтеді екен. 6 сағатта ескерту келмеген талай адам жолға шығып, ақ түтек боранда адасып кетуі мүмкін. Ал жолда қалып қиын жағдайға тап болғандарға қол ұшын беру үшін 6 өңірде жедел штаб құрылды. Жоспар бойынша 50 шаршы километрде бізде құтқару операция жүргізеді. Ол жерде біз елордамыз маңайында орналасқан ауыл мекендерден тез арада көмек көрсету. Қазіргі кезде біздің жедел штаб осы жұмыс бойынша толығымен дайын. Келіп отқан ақпараттарды тез арада әзірлеп, дайындап, және де керекті жерге инженерлік техника жіберіп, құтқару жұмыстарын, жол тазалау, адамдар шығару, автокөліктерді алып шығу, соны толығымен бақылауда отыр, жұмыс жүргізіліп отыр. Әрине, апат айтып келмейді, тек айтып келмейтін апат жылдағыда айқайлап келмесе болды. Коммуналдық мекемелер болса тіптен тәулік бойына тыным таппаса да қаланы қардан тазарта алмай әлек. Мәселен, Семейде жекеменшік секторды тазартуға деп бөлінген 40 миллион теңге таусылған. Жергілікті билік көктемде су астында қалмас үшін тағы бюджеттен 100 миллион теңге сұрап отыр. И определился объем. Су басуы мүмкін деген көшелерден 60 мың текше метр қарды шығару керектігі анықталып отыр. Бұл қосымша шығындарды қажет етеді. Біз тағы қаржы бөлу үшін бюджеттік өтінім бердік. Шығыстағы ағайын қардан құтыла алмай әбігерге түссе, Батыс Қазақстанда ақ ұлпа аз түсті. Қар жамылғысының қалыңдығы өткен жылғы деңгейден 2,5 есе төмен. Десе де жайықтың жағасындағыларға жағаны кеңге салу әзірге ерте. Топырақ қату тереңдігі облыс бойынша 4 пен 30 сантиметр аралығында. Былтырғымен салыстырғанда бұл 30-40 сантиметрге кем. 23-25 ақпан аралығында облысымыз жылы фронттардың әсерінде болады. Кей жерлерде жауын шашын, қар аралас жаңбыр, тұман, көктайғақ күтіледі. Ауа температурасы түнде 0,5 градус аяз, кей жерлерде 3 градус жылы, күндіз 0,5 градус жылы. Жел оңтүстік батыстан 9-14, кей жерлерде 15-20 метр секундқа дейін болады. Ал Теріскейде қасат қардың қалыңдығы 13 пен 45 сантиметр аралығында. Егер күн жылынған жағдайда 92 елді мекен қызыл судың астында қалу қаупі бар. Әсіресе облыстың батыс пен оңтүстігінде орналасқан аудандардағы құзырлы орган өкілдерінің жарғақ құлағы жастыққа тимей жаға күзетіп жүргеніне біраз болды. Ауа райы тұрақсыз, ауа температурасы ауыспалы, жел 25 метр секундына дейін күшейеді. Ақпан және наурыз айларында жауын-шашын нормадан артық болады, боранды, көктайғақ болады. Хош, біздің биліктегілер болары болып бояу сіңгесін қарманбай, алдын ала қамданса, айтып келмейтін апатта алдын алуға болады әрине. Тек құрық ұзындар құлықсыздық танытпаса, биылғы көктемнен де шығынсыз шығармыз бәлкім, кім білсін. Еркін Сиязұлы, Олжас Берікбай, мәселе. Қар туралы айттық, бірақ осымен қайттық деу жоқ. Бізде тақырыпты түгесіп айту үшін, наның барлығы ергенде ертең ел еңіреп қалмау үшін дәстүрлі студияны тастап, мінекей тысқа шықты. Көріп тұрсыздар, биыл Қазақстанда қар қалың. Мұның барлығын тасып біту, көлікпен болмаса күрекпен күреп біту өте қиын. Дегенмен бұл шенеуніктер шеңгелдеп ие тасап жылы жерде жатыр дегенді білдірмейді. Сондықтан барлығы көмектесіп жатыр, тасуға тырысып жатыр. Өйткені бұл қардың барлығы ерейтін болса көктемде тасқын болады. Қазақ айтады, 60 күн тасыған су 6 күнде ерейді дейді. Бірақ 6 күнде қайтқан су қанша қора-қопсыны қиратып, қанша адамның қара шаңырағының ортасына түсірері белгілі. Бұған дейін де оған куә болған едік. Сондықтан да қарапайым халықта бірігіп, біз біргеміз деген акция жасап, ақсақалдардың ауласын асарлатып, тазалап бергені кеше ғана еді. Егер де құрметті көрермен, мына қардың барлығы тазаланбайтын болса, біздің көктемде барлығымыз дәл осындай көлікке отырып көшеде жүруіміз бек мүмкін. Қарапайым мінекей қайық кет. Мінекей дәл осылай көшеде жүруіміз бек мүмкін. Бұл тікелей эфирде айтып жатқан сіздерге, құрметті көрермен, қалжың емес. Өйткені мұның барлығы бұған дейін болған еді. Елорданың көшелері көл болған кезде, мінекей дәл мынадай жағдай орын алып, екі бірдей жас жігіт суда қайықпен жүргенде, мінекей дәл біздегі қайық дәл осы суретте
бейнеленген. Десе де ол кезде құзырлы орындар бұл екі жігітті тауып, бастарына үлкен айыппұл салған еді. Бірақ та қазақ айтпақшы, жауырды жаба тоқығанмен жараның жазылмайтыны белгілі. Сондықтан қазір ақпарат айдында пайда болып жатқан түрлі ақпараттармен, түрлі қауіптермен күресу сізбен біздің бұқара мен биліктің міндеті. Ол жерде мынадай қорқынышты дүние жарияланды. Қазір Сырдариядағы судың деңгейі қауіпті жерге жеткен. Ертең ол таситын болса, айналадағы ағайынның барлығын су басуы мүмкін. Бұл үшін не істеу керек деген сұрақтың жауабын қазір сюжетте айтамыз. Әрине, шенеуніктер әлі де айтуы мүмкін. Айналайындар, қорықпаңдар, қар ериді, су бірақ көпшілікті баспайды деп. Бірақ бұған дейін дәл сондай уәде берілген еді. Бірақ уәделер орындалмады. Көптің сенуіне селкеу түсті. Енді биыл қай өңірді қардың суы басуы мүмкін? Қауіп қатер қайдан болады? Қазір Азамат Бейбітұлы айтады, ал біз оны міндетті түрде тамашалаймыз. Қане, назарларыңыз сюжетте болсын. Нұрсұлтан қаласының іргесіндегі Қажымқан ауылына да биыл қар қалың түсті. Тұрғындар қозғалысы қиындап шарасыз отыр. Олар жергілікті әкімдіктен қар тазартатын техника жіберіңіздер деп налиды. Алайда сол техника міне көріп тұрсыздар, келіп кете алмай тұр. Қар құрсауына қалғанына бүгін 2-ші күн екен. Арқасына қарасып, қардың өзіне асылып тұрған бұл КамАЗ шарасыздықтың ескерткіші іспетті. Қажымұқандықтар қажырлы халық, бірақ бұл жолы ашылмаған қар ашуға ұласқан. Келем, уайымдамаңыз, айттым ғой, бүгін бүкіл түні бойы не істесек та бүкіл жолды аршимыз. Маған WhatsApp-қа да жазып жатырмын ғой. Телефонның бергі бетінде ақталып жатқан Рауан әкімдіктің адам емес, қарапайым тұрғын. Дегенмен ауылдың ахуалына алаңдағандықтан шап құлап жүр. Қарашитын қызметкерлерге бағыт-бағдар сілтеп көмектесіп әлек. Акиматтан көмек көрсетілмей жатқан жоқ, көмек көрсетіліп жатыр, бірақ ол жақтан күнімен түнімен қарды бәрін алып жатыр, оның күштері жетпей жатыр. Алады, іле артынша не істеп жатыр, жауып қалып жатыр да қардың бәрі. Ол мүмкін емес. Расында да коммуналдық шаруашылық иелері ие бола алмай жатыр. Қар тым қалың түсті. Дегенмен қар қанша қалың түссе де бір ізді жол табылар. Алаңдайтын дүние басқа. Қамалдай қаланған қар көктемнің құшағына енгенде бірден ериді. Жерде қызыл су, елде қара тер. Соңғы 5 жыл ішінде су тасқынынан Ақмола, Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстары зардап шеккен. Су басу салдарынан 272 елді мекен немесе 6000-нан астам үй су басуға ұшырады. Былтырдың өзінде су тасқынынан, жер асты суының көтерілуінен және қар суының еруінен 3 елді мекен мен 13 үйді су басты. Бұл қардың мөлшері аз болып дегеннің өзіндегі көрсеткіш. Әлбетте, тілсіз жаудың тілін тапқан ешкім жоқ. Дегенмен алдын алу деген бар. Бірақ алдын алу деген қазынадан ақша алу деген сөз. Аспаннан қанша қар түссе, аспанға сонша ақша ұшты дей беріңіз. Қош, төтенше жағдай комитетіндегілер төтенше жағдай төтесінен келсе де төтеп береміз деп отыр. Бүгінгі күні өңірлерде 162.013 шақырым қорған бөгеттерін салу және жөндеу, су тасқыны қаупі бар өзендердің 326.6 шақырым арнасын жалғастыру, бекіту, түбін тереңдету, түзеу және де каналдарды, темір жол және көлік жолдары астынан өтетін трубалардың бекіністерін тазалау жұмыстары жалғастыру. Көктеммен су тасқыны егіз құбылыс. Тосыннан келмейді, күннің өзі күн сайын қауіптің жақындаған ескертіп отырмай ма? Сол себепті болжам жасау сақтанудың, алдын алудың амалы. Су тасқын тежейтін тетік, бөгеттер мен су қоймалары. Жалпы Қазақстанда 326 су қоймасы бар. Оның 85-і республикалық, 12-сі жекеменшік. Соңғы 5 жылдың ішінде болған апатты жағдайлар осы жеке меншіктегі болған соғымеларына байланысты. Қызылағаш өзіңіз білесіз, 10-шы жыл болған. Көкпекте, мынау недегі Қарағанды облысында болған. Бұлардың бәрі жеке меншікте болған. Қалғаны коммуналдық меншікте. Тағы да сол мәселе. Қызыл судан сақтанам десең, қып-қызыл ақшаны да аямау керек.
Бірақ соны біле тұра бөгеттер мен су қоймаларына жөндеу жұмыстары тиісті деңгейде жасалып жатқан жоқ. Жергілікті жерлерде дамбы мәселесі бізде қаупі өте үлкен. Егер біз еске салатын болсақ, Талдықорғанда есіңізде ғой, болған оқиға. Мысалға, ол дамбы әлі бүгінге дейін жасалып біткен жоқ. Ол үлкен проблема. Неліктен? Үлкен қаражат бөлінеді, дамбы соңына дейін бітпейді. Мысалға, сол себептен бізде барлық істің реализациясы өте қиын. Мемлекеттің еншісіндегі бөгеттер мен су қоймаларындағы жағдай қанағаттандырарлықтай. Әйтеуір әупірімдеп, жыртығы жамалып, жөндеу жұмыстары жасалып жатады. Бірақ жекенің меншігіндегілер мен иесіз тұрғандарының ахуалы халыққа қауіп төндіріп тұр. Сол су қоймалар мен бөгеттерді бүтіндеуге не бөгет? Оларға жергілікті атқарушы органдар тиісті дәрежеде көңіл назар уақытылы аудармағандықтан, олар иесіз болғандықтан, сонда бұлар көктемгі тасқын су кезінде елді мекендерге, халыққа қауіп төндіретіні белгілі. Сондықтан да осыларға жергілікті атқарушы органдарға баса назар аудару керек деп ойлаймын. Тозығы жеткен дүниені жамап жасқай бергеннен оңған шамалы. Гәп осында. Мамандардың пікірінше ескі құсқыны жөндегенше жаңа су жүйелерін салу әлде қайда тиімді. Сәйкесінше қаржы дөнем, бөгет те бекем. Тым құрғанда қазіргідей көктем сайын қай бөгет бұзылар екен деп қорқынышқа қор болмас еді. Қорыта айтқанда апат айтып келмегенмен қайтып келеді. Тек үйренген жаумен күресуді әлі де үйрен алмай келеміз. Азамат Бейбітұлы, Жасұлан Жақсай, мәселе. Құрметті көрермен, мінекей тыстан ішке ендік, жаңа далада көрсеткен сурет қой. Мінекей қары да әлі тазарып үлгермепті. Бұл жалған сурет емес, өйткені мінекей көшеде, Елорданың көшесінде қайықпен жүзіп жүрген азаматтар көктемде көрдіңіздер, иә? Енді бұл бұрын болған оқиға. Ал қазір күрелмеген қардың күрмеуі қиын мәселеге ұрындырарына көз жетті. Салдары сойқан түйткілдің түйінін қазірден тарқатушы мемлекет не істеді деген заңды сауал туады. Оған сәлден соң ораламыз. Қазір жігіттерімнен ала қойыңыздар. Суретте осындай жағдай болмасын деп тілейге сізде бізде. Ал алдымен қазақтың мына сөзіне назар салайық. Қара жерге қар жауар, қарды көрген бір мұрат. Қара жерден қар кетер, жерді көрген бір мұрат. Жерді көрер кез келгенде ұяттан жерге кіріп кетердей күйіп жанбау үшін әкім қаралар қазірден бастап тынымсыз тірлік етуге міндетті. Қар еріп көктем келгенде көпшіліктің өктем сөзін естуі мүмкін басшылардың тізімін Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов бастап тұр. Көлгінов басқарған қала көктемде көл болады деген болжамды айтпаған сәуегей кемде кем. Алтай Көлгіновтің өзі айтты. Биыл қар мөлшерден 3,5 есе көп түскен. Ақ ұлпаны күреп тауысатын техниканың тапшылығы және бар. Осы олқылықтардың орнын толтыру үшін тынымсыз еңбек етудеміз деді. Тіпті су астында қалу мүмкін аумақтарда аралап шыққандарын желі жеткізді. Қар мөлшерден көп түсті дейтіндей, ол өлшеммен жауатын нәрсе емес. Сондықтан қазір қам қылмасақ ертең мына әзілді күліп емес, жылап көруге тура келеді. Көрсетейік. Бізді су алып кетті білесіздер. Сол 4 бала шағамен шатырдың үстінде отырмын қазір. Күйеуім бейшара бізді құтқарам деп жүріп суға алып кетті. Бейшара жүзе алмайды екен ғой. Енді дарияның жағасы тұрып жүзіп үйренбеймін мен. Мен не алайын саған барайын беті қазір. Жоқ, аға енді бір көмек берсеңші енді. Не ғой, көмек болғанда сен бейтсей? Қайық сатмаса қайық. Анадай моторы бар қайықтар болады, сонымен жағаға тез жетесің ғой. Дәл сендер де қызықсыңдар. Қайыққа суап кететін жерге үй салмай, қыр жерге салмайсың. Иә, Қорқыт атаның қанша қалың жауғанмен қар көктемге қалмайды, гүл жайнаған қалың да қара күзге қалмайды деп бұрын айтқаны бүгін бұқараны қатты алаңдатады. Көктемге қалмайтын қардан жұрт жапа шекпеу үшін біздің билік бүгін қандай қарекет қылуда? Анығын Назым Қайрат айтады. Біз көрейік, қане. Прогнозы Қазгидромета на ближайшую неделю неутешительные. Қазгидрометтің болжамы көңіл көншітпей тұр. Ауа температурасы көтеріліп келеді. Ал бұл өз кезегінде боранның жиілеуіне себеп.
Төтенше жағдайлар қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеп отыр. Республикалық дағдарыс орталығында құрылған штабта өз жұмысын жалғастыруда. Ақпан айынан бастап қардың көлемі Ақмола облысында 50%-ға көбеймек. Жағдай шынымен қиын. Күннің күрт жылынуы күтпеген жағдайға келуі мүмкін. Сондықтан ерте бастан қамданып, қауіпсіздік шарасын күшейту қазір ауадай қажет. Себебі жыл сайын дайындық жұмыстарына кеш кірісіп, қар құрсауында қалған өңірлер көктемге қарай қызыл судың кесірін көріп, қайғылы оқиғаның куәсіне айналатыны айдан анық. Бұған Қызылағаш пен Көкпектідегі жағдай мысал. Ал биыл қалай болмақ? Биыл ішкі істер министрлігінің мәліметінше елдегі 322 елді мекен су басу қаупінің алдында тұр. Әсіресе Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Қарағанды және Нұр-Сұлтан қалаларында төтенше жағдай жарияланды. Табиғаттың тосын мінезіне тосқауыл қойып, қауіптің алдын алу үшін бюджеттен 70 миллиард теңге бөлінді. Планово это ремонт водопропускных сооружений, возведение. Бұл 2017 жылы жол картасы бағдарламасы аясында 4 жылға бөлінген қаржы. Бұған су өткізгіштерді жөндеу, қосымша бөгеттерді салу, өзен арналарын тазарту мен оларды түзету жұмыстары кіреді. Биыл бұл қызметке 20 миллиард теңге жұмсалмақ. Жол картасы іске асырылуда. Тек соңғы 3 жылда бағдарламалық құжаттар шеңберінде іс-шараларды іске асыру елдегі 724 елді мекендердің қаупін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Былтыр наурыз айында ауа температурасының күрт көтерілуіне байланысты Солтүстік Қазақстан облысында Сілеті өзені арнасынан асқан еді. Салдарынан Уәлихан ауданына қарасты Қулыкөл, Қаратал 2 елді мекеніндегі 200-ден астам үйге қауіп төнген болатын. Дәтке қуат қауіпсіздік шаралары дер кезінде жасалып, тұрғындар аман қалды. Ал биыл топан суға тосқауыл қою мүмкін бе? Ағымдағы жылы аталған жағдайдың елді мекендерге қаупін азайту мақсатында 8 көз гидротехникалық құрылғысының жанынан арнайы канал қазылып отыр қазір таңда. Бұл канал елді мекендерді айланып өтетін аумақпен тікелей Сілеті теңіз көліне құятын болады. Осыған байланысты, бірақ осындай қабылданған шараларға қарамастан біз барлық алдын алу іс-шараларын ұйымдастырып өтетін боламыз. Қаңтар айында ішкі істер министрінің орынбасары Ақмола облысында жаңа су қоймасының салынатынын айтқан еді. Егер ол іске қосылса, Ақмола және Қарағанды облыстарына келетін 1 миллиард текше метр суды жинайды. Ал бұл өз кезегінде солтүстік өңірді су тасқынынан сақтап қалуға септігін тигізбек. Қаражат бізге емес республикаға бөлінді. Бұзылық су қоймасы жобасының құжаттары дайын болып қалды. Бұл көп ақшаны қажет ететін жоба, түсінесіздер ме? Су қоймасы Ақмола облысында салынады, және ол Сергеев су қоймасының жұмысын жеңілдетеді. Себебі су деңгейі көтерілген кезде Сергеев су қоймасына үлкен көлемде су жиналады. Ал егер қойманың аңғарынан су 1,5 метрге көтерілсе, онда бұл маңайда орналасқан ауылдарға қауіп төндіреді. Сондықтан бұзылық су қоймасы салынбақ. Қызыл судың қатері Шығыс Қазақстан мен Қызылорда облыстарына да төніп тұр. Ертіс өзеніндегі су деңгейінің көтерілуі Шығыс және Бейбітшілік сынды елді мекендерге қауіп төндіруде. Қатердің алдын алу үшін төтенше жағдай қызметі өзен жағасын күні-түні қорып, су деңгейін бақылап отыр. На сегодняшний день уровень ертіс уже... Бүгінде судың деңгейі 445 сантиметрге дейін түсті. Мұз кептелісі жоқ, су бір қалып тағып жатыр. Дегенмен де су қоймаларының барлығына мониторинг жүргізіп жатырмыз. Қызылорда облысындағы Сырдарияда да дәл сондай жағдай. Ол жерде күн плюс 10 градусқа дейін жылынған білесіздер. Соның салдарынан су деңгейі жоғарылаған, бірақ қазір ол қалыпты деңгейге түсті. Қарағанды облысы да қауіпті аймақтың қатарында. Биыл бұл өңірге де қар қалың жауды. Ауаның ылғалдылығы жылдағыдан 60%-ға жоғары. Нұра, Шерубай, Нұра, Сарысу және Талды өзендері қарға толы. Егер күн күрт жылынса, жақын маңдағы ауылдарды су шайып кетуі әбден мүмкін. Сол себепті де соңғы 4 жылда өңірдегі 140 елді мекеннің жанында 190 шақырымды құрайтын бөгеттер бой көтерген. Су қоймалары қазіргі күнде бақылауда және су шығару жұмыстары басталды. Енді мынау жаңағы су тасқын мерзіміне дейін судың деңгейін ең төменге дейін түсіретін жұмыстар ұйымдастырылады. Қарқаралы ауданынан бастап Қарқаралы, Бұқар-Жырау, Абай, Нұра ауданы,
қауіпті, және шетті ауданын қауіпті деп есептейміз. Қостанай облысында да тасқын судың алдын алу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Жергілікті әкімдік тарапынан тұрғындарға ескерту жасалып, түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бөгеттер биіктетіліп, апатты жағдайға қажетті 10 мың тонна құм, 130 тонна жанар жағармайда дайындалды. Елді мекендерден 600 мың текше метрге жуық қар шығарылды. Қарағанды облысынан Ұлытау тауларынан келеді деп ойлап отырмыз. Сонда гидрометео ақпарат берген мәліметтер бойынша Жүзастан биыл су көбірек келуі деп отыр. Челябинск облысынан келетін суды олармен біз өз әріптестерімізбен март айында кездесіп тағы да сөйлесеміз. Биыл қар құрсауында қалған қаланың қатарында елордамызда бар. Шаһар көшелерін қардан тазарту үшін жүздеген техника жұмылдырылып, көмек қолын созған волонтерлар да табылды. Десе де мұның өзі жеткіліксіз. Тұрғын үйлердің маңайы әлі де қар. Ауа температурасы көтерілсе, қала көшелерін су басуы әбден мүмкін. Қауіп бар. Міне осы қауіпті сейілту үшін біз аэропорт жақтағы бөгеттерге барамыз. Қазіргі басты міндет наурызға дейін ол жерді толықтай бақылауда ұстау. Табиғаттың тылсымына ешкім жауап бере алмаймыз. Әрине қар көшкіндері жүріп жатыр, су тоғандары толып жатыр. Манау қардың түсімі былай қарағанда. Биылғы жылғы әрине жұмыстарға енді сақадай саймыз деген енді қазір отырыста естіп отырмыз министрліктен. Бірақ десек те, оның қандай деңгейде екенін уақыт көрсетеді. Назым Қайрат, Замир Убайдаев, Абылаяш, мәселе. Құрметті көрермен, бүгінгі тақырыпты түгесіп айттық, куәсіздер. Қылықты қызына қырық үйден шеп қылған, бедеуден тұлпар мінгізіп, бекіре жал ұлын бек қылған қазақ елі енді тізгінді елдің ықыласына бөлінген мәселе шешкен мәселе айдарына берейін. Бүгінде шенді шекпенділерден қағажу көрген халықтың мұң-мұқтажын жеткіземіз. Тізгін Мейіржан Жиенбайда. Отопление деп бәріміз айғайлап жатырмыз. Енді қаламен салыстырғанда қаланың бағасы төмен. Жылудың бізге қазір есептеп отырғаны жаңа BI Client Service деген компанияның 382 теңгеден есептеп отыр. Әр шаршы метрге. Жылуға тек қана 32 мың келіп отырмын желтоқсан айына. Только за то, что отопление мы платим. 50 шаршы метр үйдің жылуына 20 мың теңге төлеп отырмыз. Ал зейнетақымыз 70 мың теңге. Бұған қалай өмір сүруге болады? Шалғайдағы ауыл емес, Астананың іргесіндегі Family Town тұрғын үй кешенінің тұрғындарының жан айқайын көрдіңіздер. Табанасты жылу ақысын аспандатқан мекеме қызметтің қымбаттау себебін де түсіндірмеген. Жөнін айтсы деп ашынған елді ертіп, жауапты азаматтардың жұмыс орнына бардық. Бізде автономдық жүйе болғандықтан бірізді тариф жоқ. Яғни баға жұмсалған отынға ауа райына байланысты құбылады. Қараша айында 290 теңге болса, осы айда 354 теңгеге қымбаттады. Бұл әрине тұрғындарды ашуландырады. Бұл мәселені әкімдікпен бетпе-бет отырып талай айттық. Алайда әкімдік тарапынан ресми шешімдер болған жоқ. Ең болмаса жігер-газ халықпен кездессе дейміз. Жауаптылардың жауабы осы болды. Жылу мен жарық құнын аспандатқан компаниямен бағаны бақыламайтын шенділерге наразы халық сәулетті үйдің саңлауы бұл ғана емес дейді. Аяғынан бастап осы районымызда байланыс мүлде жоқ. Жоқ десек те болады. Өткен аптада мысалы үлкен кісі ауырып қалған, мында бір әйел адам жазып жатыр. 1 сағат бойы скорыйды шақырта алмадық. Чуть енді жаңағы жаман жағдайдың алдына келіп қалдық деп. Екінші мәселе аялдама. Енді остановка деп айтты. Балаларға таңертең уақытта да, түскі уақытта да тұруы қиын болып тұр. Жаңбырлы кезде жаңбырдың астында тұрамыз. Ағайынның атаған жоқтарын жиып, толықтай хатқа түсіріп, Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігіне ресми түрде жолдап жібердік. Бір жетіде әкімдік шешімін айтуға міндетті. Ал біз алдағы аптада жауабын көрсетеміз. Қалада боран. Жолдың жағдайы міне. Ой. Мынау салған трубалардың бәрін су тасқыны көктемде ағызып құлатып кеткен. Екінші мәселе түн ішінде келген машина, жолды білмейтін адамдар болса, келген бетте мында құлап аударылып түсіп қауіпке ұрынуы да мүмкін. Екі жағына да тәже белгілер арнайы қойылмаған. Жөндеу көрмеген жол мәселесін аудан әкіміне айта шаршадық. Құрғақ уәдеге тойдырды дейді тұрғындар. Облыс әкімдігінде үніміз жетпей тұр деп көмек сұрады ел. Біздің қоңырауымыздан соң салаға жауапты мамандары жөндеу жұмысының аяқтау мерзімін атап көрсетті. На сегодняшний день уже конкурс сыгран. Мердігерді анықтайтын конкурс өтті. 25 шақырымдық Тихоокеан Шыңғыркөл бағыты бойындағы су арнасының жөндеу жұмысына 29 миллион теңге бөлінді. Мердігер анықталды. Көктем жаз маусымында ауа райының қолайына қарай жөндеуді бастаймыз. Вот как вот погодные условия будут.
Аталған проблемалардың нақты шешімін көрмейінше көзілмейміз. Оған дейін келесі мәселелердің түйінін тарқатуды қолға аламыз. Айтар арыз, жеткізер шағым болса, байланыс нөмірлеріміз қосулы. Төре тұрып, төр берген, қожа тұрып, қол берген қазақ елі. Бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде сағат 20:00-де тікелей эфирде дәл осы жерде қайта жолыққанша дейміз. Мәселенің желідегі парақшаларына хат хабар жолдасаңыздар болады. Қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.